Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіз өз-өзіңізге сұрақ қойып көрдіңіз ба? Басқа елдің мектептерінде өмір қалай өтуде? Мысалыға, Ұлыбритания мен ақш-тың мектептерінде білім беру ерекшеліктері қандай? Бүгін біз сіздерге осы тақырыптар бойынша бейнеролик дайындадық. Жапония мектебі. Біздерге Жапония мектебінің ережелері қатал көрінеді. Алайда жапондықтар осы білім беру тәртібінің арқасында технология мен экономикада алдамыз деп түсінеді. Балалардың көп оқитындығы соншалықты жазғы демалысқа 5 аптаға шығады. Осы демалыс кезінде де үйге берілген тапсырмаларын орындайды. Алдындары аптасына 6 күн оқитын, ал 1992 жылы үкімет 5 күндік қылып бекітті. Сонда да көптеген мектептер 6 күндік оқу кестесін ұстанады. Сонымен қатар, оқушылар сабақ біткен соң сыныпты тазалап, полды сүртіп, қоқысты сыртқа шығарады, және де әжетхананы сүртіп шығады. Жапония солтүстік Кореяның жарылғыш бомбалардан қауіптенгендіктен бастауыш сынып оқушыларына да эвакуациялық жаттығулар жасатып тұрады. Ал мұғалімдер дұрыс жасағанын тексеріп шығады. Сыныпта ұйықтау. Келесі Қытай. Ғалымдардың айтуынша, күндізгі 30 минутты ұйқы есте сақтау қабілетін арттырып, жақсы оқуына көмектеседі. Сондықтан Қытай оқушылары күндіз ұйықтайды. Бала бақша болсын, үлкен сынып болсын, түскі тамақтан кейін сыныпқа келіп жатады. Бастауыш сынып оқушылары партаның үстіне жатып, өздері алып келген жастықтарын қолдана алады. Ал үлкен сынып оқушылары есе отырып ұйықтайды. Бұл қалыпта ұйықтаса, омыртқасы дұрыс дамымауы мүмкін. Алайда оқу бәрінен маңыздысы. Ең маңыздысы, ұйықтап жатып сөйлемеген жөн. Себебі кейін сыныптастарыңыздың күлкісіне қалуыңыз мүмкін. Ал Қытайдың Сяоган мектебінде таңқаларлық жағдай орын алды. Үлкен сынып оқушылары емтиханға дайындық кезінде күш-қуатын жоғалтпау үшін система салып оқыған. Қызыл қаламсыз. Англияның Болып қаласының мектептерінде қызыл қаламмен жазылған ескерту көрмейсің. Себебі мұғалімдерге қызыл қалам тыйым салынған. Неге дейсіз бе? Директорлерінің айтуынша, қызыл қалам дөрекі көрінеді. Ол оқушылардың көңіл күйін түсіреді. Мұғалімдерден жасыл қалам қолдануын, сонымен қатар орындаған тапсырмаларға сыпайы ескерту жазуын сұрайды. Егер де ол өте нашар орындалған болса да. Арнайы кіру құжаты. Америкада мектептерге оқушылардың санына қарап, мемлекеттен ақша беріліп отырады. Яғни, сыныпта қанша көп оқушы болса, сонша көп ақша. Соған байланысты, екі Хьюстон мектебі оқушыларына арнайы электронды құжат берді. Оны тастамай, мойында тағып жүру керек. Сол арқылы қанша оқушы сыныпта, қаншасы бір бұрышта темекі шегіп отырғанын біледі. Алайда электронды құжаттарын сыныптастарына тастап кетсе не істер екен? Себебі ол мектептің аумағында ғана істейді. Сыртқа шығуға болмайды. Чикаго қаласының Evergreen Park мектебінің оқушылары құқықтарын қысып ұстай білу керек. Себебі бұл мектептің оқушыларына әр тоқсанда 3 рет әжетханаға баруға болады. 3 реттен кейін сабақтың біткенін күту керек. Директорлерінің айтуынша, оқушылар сабақтан қашып, әжетханада көп отырады. Сол себепті 3 рет баруға рұқсат. Бұл ата-аналарына мүлдем ұнамайды. Себебі балалары суды көп ішеді, ал зәрді қысып ұстап тұру оның құқығына зиян тигізеді.